Достар, сәлем, сіздермен Әлім Лайф және оның жүргізуші Әлімжан Тасболатұлы. Бүгін бізде енді өте бір ерекше форматтағы влог болайын деп тұр. Себебі дәл бүгін біз Алматы қаласында осы Meta Ratings Awards-ға келдік. Спорт саласының үздіктері жалпы бүгін кімнің үздік екенін анықтайтын болады. Үздік спортсмен, үздік спорт журналисті, үздік спорт блогы дегендей, және құрметті біздің оқырмандар, сіздердің арқаларыңызда енді мен бүгін үздік спорт журналисті номинациясында финалға шығып отырмын. Мүмкін жеңіске жетіп қаламыз, оны да бірге көретін боламыз, және де бүкіл осы бүгінгі күннің атмосферасын сіздерге барынша жеткізуге тырысамыз. Олай болса, әдеттегідей кеттік. Достар, енді сіздермен қанша жылдар бойы осы экрандайын таныс болып жүрсек, мен ата-анамды таныстыра қояйын. Әкем мен шешем осындай Тасболат ұлы Әлімжан деуінің себебі де осы кісінің атынан, және де анам Гүлнар. Келдіңіздер. Бүгін енді ұлдарыңыз осы финалда тұрғанда көріп осылар. Жалпы қандай сезімдесіздер, және де бүгін енді қалай ойлайсыздар? Жеңіс алып кете аламыз ба, әлде жоқ па? Енді балапаным бір Алланың қолында, халқың елің қолдаса, аламыз, Құдай қаласа. Барлық уақытта позитив болу керек. Папа, не ойлайсыз? Жеңіс бізге де ойлаймын. Балам осында елге қызмет етіп, елдің көзіне түсіп жүргеніне қолдаса ел, Құдай қаласа аламыз бірінші орын. Және бұл жерде енді мынау менің оқырмандарыма да бір рахмет айтып кетсеңіздер. Көптеген комментарийді оқисыздар, жақсы да бар, жаман да бар. Енді ол барлығы біздің осылай жүргенімізде халықтың арқасы ғой. Сол бір ата-анам ретінде бір рахмет айта кетсеңіздер. Құрметті Қазақстан елінің халқы, сіздердің менің баламды қолдап, барлық уақытта күш-қуат беріп отыратындарыңызға рахмет. Жалпы қазақ халқына осындай балдарды қолдап жүргенге, әлпештеп жүргенге рахметімді айтамын. Олай болса, достар, сізге де көп-көп рахмет, және біз келесі өзіміздің достарымызға барамыз. Достар, енді менің жанымда өзімнің бауырым, аттасым, жерлесім, бір клубтасым, костюмдасым, жалпы Европада айтып қойық оны, Әлімжан Асқар. Әлеке, жалпы өзің біз білеміз, енді сен бүгін үздік спорт комментаторы және де үздік спорт блогына 2 номинацияда финалистсің. Жалпы енді қалай ойлайсың? Жеңіс қайсысына өзіңе жақын деп? Құдай қаласа спорт комментаторы деген 2024 жылы алуға өзімді әбден лайық санаймын, себебі Еуропа чемпионатында өте жоғары деңгейде жұмыс істедік және финалда комментатор болдық, сондықтан биыл алуға болады деп ойлаймын. Ал соққы және гол сөзсіз өзінде келісетін шығарсың. Жалпы ол менің жеңісім емес, ол мына команданың жеңісі деп жігіттер Кесіңдерші команданың жеңісі деп қалайсыңдар? Міне соққы және голдың енді бүкіл жігіттері, резиденттері, мен де кезінде болған едім деп жыласаң да. Міне классикалық құрам Бексиканы жетіспей тұр. Енді жігіттер, баршаңа сұрақ. Білеміз, соққы және голдың 2 номинацияда бар екен. Әлекенің де жасуанда осында екен. Жалпы қалай ойлайсыңдар? Үздік спорт журналистінен бір четкий жігіт финалға шыққан. Әлімжан Тасболатұлы бірінші орынға лайықты деп ойлаймын. Солай деп ойлайсыңдар ма? Бір ауыздан. Қазір Әлімжан Тасболатұлы, міне, ресми хабарлама, Әлімжан Тасболатұлы үздік спорт журналистін алмаса, тұрамыз да столымызды төңкеріп кетіп қаламыз. Сол үшін мета. Беріңіздер десек. Келесі күнде митингқа шығамыз сосын. Жігіттер, осындай керемет атмосферада енді біз осы Awards-ты бастайын деп отырмыз, және сіздерге де ұнап жатыр деген ойдамыз. Достар, менің жанымда Нұрсұлтан Құрман, Нұреке. Көріскеніме қайтадан қуаныштымын. Мен де көргенде қуаныштымын өзіңді. Жалпы осында енді кеште де біз көп жолға бермейміз ғой. Атмосфера жалпы қалай болып жатыр өзіңізге? Атмосфера жақсы, біраз тек онлайн араласып жүрген азаматтарды көресің, біраз адамдармен тікелей тілдесудің сәт түспей, кейін бір жолғайық деп жүрген адамдардың барлығы осы жерде жүр, сондықтан тамаша мүмкіндік. Осы ғана. Және сіз енді финалға осы үздік спорт блогер ретінде, яғни Нұрсұлтан Құрман YouTube арнасы шықты. Қалай ойлайсыз? Бүгін енді осы дәл статуэтка сіздерге бұйырып тұр деп ойлайсыз ба? Енді былтырда солай финалға шығып, 2-ші орын алғанбыз. Бірді осы алматылық Шрёдингер деген әріптестеріміз алған. Енді осы жолда қосыпты. Бір аса қатты оған бір ден қойған жоқ. Мен негізі келудегі себебім федерациядан 1-2 номинация бар, соның өкіл ретінде алып кету деді. Ал спорттық блог деген шыны керек, мен 30-дағы өзіміздің бағамызды білеміз. Ең бастысы қазақ тілді контент жасайтын балалар жеңсе болды, кім жеңсе де. Бірақ енді бүгін инсайт бар, жасыл галстук киген жандар жеңеді дейді. Ондай ма?
сондай бір инсайт бар әрине. Әзіл ғой енді. Мен мынаны Уэльстен бері киіп жүрмін ғой, білесің ғой. Иә. Уэльстен. Және де енді мен енді үздік спорт журналист ретінде финалға шықтым. Осы қалай ойлайсыз жалпы? Ала аламын ба, ала алмаймын? Кім бар сенде қарсыластарың? Аслан Хасенов, Әлім Динасылов, Наиман Нұрали және бір кісі бар. Танымаймын ол кісіні. Онда сен алу керексің деп ойлаймын. Иә? Сен лайықсың деп ойлаймын. Көрек достар, Нұрекеңнің өзі осылай айтып тұрғанда енді мета дұрыс шешім қабылдайды. Негізі Әлімжан, мен адамда намыс деген қай кезде оянады? Намыс деген кезде белгілі бір дүниеге көңілің толмайтын кезде оянады. Мысалы, кімдер ұйымдастырып жатыр, қалай, кім дауыс беріп жатыр деген сияқты. Мен ештеңе демеймін, дұрыс, әр мереке осылай өту керек. Бірақ осы жылдың соңында осы бағытта темада жүрген адамдар бағасын беретін және өзіміздің Астанада өткізетін қазақ тілді осындай үлкен мереке өткізу ойымда бар, намысты. Ал білесің ғой, мен ұйымдастырамын десем кез келген нәрсе ұйымдастырамын. Нұреке, бол, міндетті түрде біз барамыз және қатысамыз. Әрине. Рахмет. Достар, мен жанында Ербол Қайыров, Ерекең, осы өздеріңіз жақсы білетіндей Метаретикстің бас редакторы. Ереке, керемет кеш ұйымдастырып жатсыздар. 2 күн форум жүрді, Кафу келіп өзінің, Кафудан да бөлекте әлемдегі топ футбол клубта жұмыс жасап жүрген азаматтар халықпен, қазақ халқымен осы өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Жалпы қаншалықты осындай дүниені ұйымдастыру қиын? Мен шынды айтсам, ұйымдастырушылар комитетінде жоқпын. Сондықтан да 100% қиын немесе жеңіл деп айта алмаймын. Бірақ та менің жеке пікірім бойынша осындай іс-шараларды ұйымдастырудың өзі өте ауыр. Себебі қаражат та кетеді, адам ресурстары да кетеді, уақыт та кетеді. Сондықтан да әрине осындай іс-шараларды ұйымдастырудың өзі үлкен бір абырой. Маңыздылығы өте зор. Себебі спорт саласында жүріп, бәрімен жақсы араласып, қарым-қатынаста болып, жақсы байланыс орнатудың өзі өте үлкен жақсы бір бастама. Ерекенді өткен жылы үздік спорт журналистін өзіңіз алдыңыз, және де енді биыл ешкімнің күмәні жоқ. Биыл енді үздік спорт журналистіне менің финалға шыққанымды білесіз. Қалай ойлайсыз? Бүгін енді жеңіп жатсам, сіздің артыңыздан ізіңізді басып келе жатқан сондай бір лайықты адаммын ба? Соңғы 3 жылдың ішінде жақсы бірнеше қадам жасадың. Біздің жолмен келе жатырсың. Біздің жолымыз өте ауыр болды. Себебі мен журналистикада 15 жыл бойы жұмыс істеймін. Бірақ та қазіргі жастарға өте жеңіл, себебі әлеуметтік желілер өте кең таралған, жақсы дамыған. Одан бөлек енді мен де қосасам, достар, бұл жерде біздің алдымызда Ербол ағамыз сынды, Ермаш ағамыз сынды, сол Нұрсан ағамыз сынды ағаларымыз бар. Яғни бізге жол ашып берген кісілер. Сол сіздердің артыңыздан еріп келетініміз ғой енді. 100%. Күтейік енді шешімді. Рахмет. Жанда енді Тимур Турлов, білеміз, Кюджи лиганың дәл осы бастауын жасаған кісі. Тимур Русланович, очень приятно рядом с вами быть. Я в Астане был, поучаствовал в вашей пресс-конференции. Можете сказать чуть-чуть о Кюджи лиге? Что ожидается в этом году? Еще раз для моих читателей. В этом году в Кюджи лига будет 2,5 раза больше, чем была до этого, потому что у нас теперь 20, мы во всех регионах, на самом деле, сейчас присутствуем. У нас 3 возраста, у нас женская команда. То есть у нас растут все команды, которые были в прошлых сезонах. У нас появляется 2-я лига в этот раз. По сути говоря, это такой огромный скачок и вызов для всей команды, потому что юношеский футбол становится еще больше, еще масштабнее. Это, наверное, первый раз, когда у нас так много соревнований происходит одновременно, с логистики, переездов, игр, трансляций, которых будут, работы маркетинговой команды, работы матч-дэй-менеджеров, работы тренеров. Это наша цифровая платформа футбольная, которая помогает сейчас тренерам готовить к ребятам. Мы в этом году начнем строить камеры с искусственным интеллектом для того, чтобы собирать больше статистики на тренировочных полях и стадионах. И сможем вооружить тренерский штаб во всех клубах, которые в лигах участвуют, чтобы они были еще круче. Поэтому, мне кажется, в этом году нас ждет очень много интересного. Да. Как вначале сказано было, бюджет закладывается на 3 года. Я сейчас понимаю, что нужна лицензия от федерации. Вы от себя можете сказать, что мы будем еще раз наслаждаться Кюджи лигой, что это будет долгосрочный проект, потому что, лично мне не очень нравится проект, потому что столько новых имен, да, они раньше были, да, они раньше играли, но мы о них не знали. А сейчас мы знаем, мы можем их видеть, мы можем их статистику смотреть.
Слушайте, то, что у нас хорошо получается, то, что дает результат, то, что привлекает партнеров, мы стараемся всегда масштабировать, поддерживать. Я считаю, это наш долг продолжать эту историю. И мы очень рады, что к нам присоединяются крупные бренды, которые нам начинают помогать в этом вопросе. Пусть пока это не очень... Это на самом деле заметные деньги для детско-юношеского спорта, хоть и не такие огромные пока для лиги, но те компании, которые нас поддерживают технологиями, знаниями, партнерствами, для нас это невероятно важно. Это, по-своему, вообще первый прецедент в нашем футболе. Поэтому мы очень аккуратно их вынашиваем сейчас и очень благодарны за ту смелость больших крупных корпораций, там MasterCard, Astana Motors с крупными автомобилями, Чанганом, как бы с ребятами из Red Bull, которые поддерживают нас технологиями, знаниями, академиями, специалистами. И для нас это огромная ответственность. В нашем казахстанском футболе международных брендов, в принципе, даже в высшей лиге на самом деле мало. Все-таки ждем ответа. Будет продолжение? Будет. Да. Все, отлично. Спасибо, Тимур Русланович. Спасибо большое. Да. У нас в гостях. Их имена приводят в трепет футбольных фанатов по всей планете. Роберто Карлос и Кафу. Живая музыка. Единственный обладатель Грэмми в Казахстане, чемпион ритма и музыкальный хедлайнер Иманбек. И, конечно, сегодня в зале главный герой вечера – олимпийские чемпионы, спортсмены-рекордсмены, вписавшие свои имена в историю мирового спорта. Добро пожаловать на Meta Ratings Top Awards, премию, которая развивает спорт. Встречайте, ведущие премии. Я выручу, не переживайте. Главное, чтобы народ поддержал меня. Спортпен бизнестегі үздіктердің кеші. Бүгін біз еліміздің нағыз чемпиондарын құрметтейміз. Meta Ratings – это платформа, объединяющая миллионы фанатов, где живет эмоция игры. Вот, смотри, вот, стал поддерживать, 4, видишь? Да, смотри, 6, 7, блок. Победитель Арчибол! Арчибол! Получает награду его очаровательная супруга Замира Саидова. Поздравляем, это статуэтка ваша. Получаем место супруга. Супруг сейчас очень занят, я так понимаю, да? А можно нам микрофон, если есть? Если нету, ладно, ничего страшного. Спасибо большое. Спасибо за микрофон. Держит микрофон. Как там Арчи, что он делает? Он в Китае. Он в Китае. Сидит и к нам бьет. Тимур? Да. Где он сидит? Да, ну знаешь, он снимает новый проект. Олег Бэк, Агенек Бэк, Маримач, Вон Бэк, Теннесси. Три. Внутри составляющих. Отбивает. Музычка. Спасибо. Лучшую сборную Казахстана по футболу. Неважно, футболист это или просто боксер, борец, фигурист, неважно. Сборная Казахстана по футболу. Еще два человека выбираем. Футзальный клуб «Семей». О! Прервали гегемонию Хайрата в чемпионате Казахстана и вышли в элитный раунд Лиги чемпионов. Ура! Сборная Казахстана по компану золото во всемирных играх кочевников. Да. Итак, Игорь Астана, второе место в чемпионате и выход в групповой этап Лиги конференции. Итак, пожалуйста. Да. Мы Пожалуйста, объявляем наши победителей. Как вы думаете, кто победил? Ваше мнение? Кто? Внимание, победитель! Сборная Казахстана по футзалу! Спасибо большое. Это заслуга всех игроков. Сейчас я совсем недавно стал генеральным секретарем Ассоциации футзала Казахстана. Ассоциация действительно проводит большую работу. Внимание, лучший сайт, победитель Паримач! Приглашается Богородская Мария Юрьевна! Мы поздравляем, это ваша статуэтка, сразу нон-стопом. Друзья, мы объявляем следующих победителей. Номинация «Лучший сайт». Ну, на самом деле речь не готовила, потому что ехала сразу с офиса, у нас сейчас очень много проектов запускается.
И я думаю, то, что это самый большой показатель, почему мы лучшие, потому что у нас нет времени говорить, мы делаем. Көп рахмет. Армысыз құрметті көрермен. Дауысын таныдым, все. Түсінікті. Енді сенімен әңгімелесеміз, асықпа, Асқар. Бізде тағы да бір күшті бір номинациямыз бар да. Номинацияның аты... Еще одна номинация. Сейчас прямо вместе с вами. Это лучший. Рядом. Мы рядом стоим. Это лучший спортивный журналист. Номинация Алим Динасова. Әлімжан Тасболатұлы. Итак, біздің победительдеріміз. Сонымен, үздік журналист, менің досым, аттасым, Әлімжан Тасболатұлы. Комментарий мен журналисттің айырмашылығын білмей бар шығар, бірақ екі Әлімжанның айырмашылығы өте аз. Әлеке екеуміз доспыз, бауырымыз, екеуміз бір клубта жанкүйеріміз. Челси футбол клубы және де бір өңірдің тумаларымыз, Түркістан облысының. Екеуміз де комментаторымыз. Дастан Сәтбаев Челсиға түскен кезде қандай не болды? Керемет сезім болды. Енді Дастан Сәтбаевтың Челсиға деген жолында мен де өзім бір ашып бердім деген ойымыз бар. Себебі есіңізде болса Данияр, Челси футбол клубы Қазақстанда барша наурызбен құттықтаған еді. Соны жасаған мен болатын. О, браво, аплодисменты, друзья! Члены футбольного клуба Челси не поздравляли наш народ с прекрасным нашим праздником Наурыз. Вот инициатор этого поздравления. Аплодисменты. Молодец. Ladies and gentlemen, welcome to Nauruz. Помните, да, когда вот это this is on? Әлеке, құтты болсын, Дәке осы жерде бір рұқсат болса. Әлімжанды мен де соққы және гол мектеп арнасында күнде футбол жайлы әңгіме айтамыз. Негізі жанкүйер үшін, біз үшін соққы және гол нөмір бірінші спорттық блок. 16-шы столда менің достарым, әріптестерім соққыдағы коллективім отыр. Солар жігіттер шақырсақ, бұл жігіттер шақырамыз ба? Келіңдер жігіттер осында бірге бөлісейік қуанышта. Және олай болса мен де енді өзімнің Алим Альфиді барнасында бірге. Онда мен де құдаларын шақырады. Бүгін ертеңгі тарихты қош келдіңіздер сахна төріне, құттықтаймыз сіздердің жеңімпаздарыңызбен. Мынау енді құрметті біздің спорт сүйер қауым, журналистер бар, комментаторлар бар. Сіздерге бір өтініш. Соңында қазір сыртқа түсеміз, соңында көз алдымызда елестейікші болашақта. Сол Құдай бұйырсын соған. Мына давайте примерно 49 жыл Қазақстан құрама командасы әлем чемпионатында финалда Бразилиямен бірге ойнап 90 төреші, қосымша төреші 7 минут қосты, 96 минутта счет есеп 1-1, соңғы минутта, соңғы секундта біздің футболшы гол соқты. Қазақстан чемпион мира болды. Соны бір комментарий кетпеші өзім. Әдемілеп тұр. Сонымен құрметті көрермен, 2034 жыл әлем чемпионаты финал. Қазақстан және Бразилия арасындағы матч, соңғы секунд. Төреші пенальти болып жатыр, пенальтиді орындауға біздің ардагер футболшы Дастан Сәтбаев келді. Челси футбол клубының аңсы. Сонымен соңғы секунд, соңғы және әлем чемпионы құтты болсын. Әмин, соған бұйырсын қандар мен мырзалар, ең үздік комментатор, ең үздік спорт журналисты. Шалат болсын, дамы и господа. Самые лучшие комментаторы и лучший спортивный журналист. У нас сейчас, не секрет, киберспорт очень хорошо развивается. Ну, по крайней мере, Казахстан уже что-то интересное выступает в этом мире. Если можно сказать, спорта. И прямо сейчас все решили номинации, уважаемые друзья. Киберспортивный букмекер. Итак, наши номинации.
достар, өзіңіз көргендей үздік спорт журналисті номинациясын жеңіп алдым. Енді ол жақта да айтқандай, бұл енді біздің енді еңбегіміздің арқасында, одан қалса сіздердің дәл осы біздің қолдауымыздың арқасында деп айтамыз. Кез келгеніңізге, әрқайсыңызға жеке-жеке барлықтарыңызды құшақтап тұрып, осы тұста алғыс айтқым келеді. Бұл енді тек қана басы болмасын, соңында болмасын деген ойымыз бар. Әрі қарай көптен осы сіздерге арнайы қызықты контенттер ұсына береміз. Жалпы осы Awards-тың атмосферасын қызығы мен шыжығын дәл осылай көрсетуге тырыстық, және де баршаларыңыз енді төменге комментарийге жақсылап тұрып мені құттықтап кетсеңіздер, қазіргі таңда бір керемет болып тұрған көңілім одан бетер төбем көкке бір елі жетпей қалатын еді. Баршаңызды төменде комментарийді күтемін. Ал сіздермен бірге әдеттегідей Әлем Лайф YouTube арнасын жүргізіп Әлімжан Тасболатұлы. Сау саламатта болыңыздар.